Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендианттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі ACD Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. 2016 жылдың 1 желтоқсан күні Disney студиясы ұсынған басты кино жаңалығы Моана мультфильмі отандық экрандарға шықты. Мауи. Қайық! Құдайлар маған қайық сыйлады. Моана 2016 жылы Disney және Marvel компаниясының қолдауымен болашақ корпоративтік қоры қазақ тіліне дубляждаған 3-ші кинокартина және 2011 жылдан бері дубляждалған 16-шы фильм. Жобаның демеушісі ACD Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Автордың ойын дәл беру үшін туынды ағылшын тілінен тікелей қазақ тіліне аударылды. Қазақ тілі дубляждаудың 45-ші тілі болып табылды. Фильмнің дубляжы Арай Медиа Групп қазақстандық студиясында өтті. Қазақша нұсқаның режиссері Рита Әбішева. Жобаның музыкалық жетекшісі Күнімгүл Боранбаева, редакциялаған және ретке келтірген Данияр Байбақов. Бас кейіпкер Моананы Алисаның арғы бетінде кинотуындысында Алисаны дубляждаған жастар театрының талант актрисасы Назерке Серікболқызы дыбыстады. Қызықты факт, Моананы түрлі жастағы 3 актриса дыбыстады. Бас қаһармандарға өз дауыстарын сыйлағандар: Лидия Каден, Мақпал Исабекова, Беркут, Жәнібек Мұсаев, Сырым Қашқабаев, сондай-ақ басқа да актерлер және қазақстандық эстрада әншілері. Дубляжға 35-тен астам актерлар қатысты. Фильм өте қызықты және ең бір ерекшелігі ол музыкалық мультфильм. Disney компаниясының өнімі бірінші рет қазақ елі даласында Моана мультфильмі мюзикл жанрында шығып жатыр. Бұл біздің мемлекеттік тілді дамытуға өте үлкен әсері бар, ықпалы бар жоба. Сондықтан бұндай дүниелер өте көп болу керек. Ол музыкалық болуы мүмкін, музыкалық болмауы мүмкін, бірақ қазақ тіліне аударылды. Жобаның берілету шеңберінде ауқымды ақпараттық науқан жүргізілді. 19 қазанда танымал Тенгри Ньюс ақпараттық порталында трейлердің қазақ тіліндегі премьерасы болды. Республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында және соның ішінде телеарналарда 100-ге жуық материал жарық көрді. Промоакциялар және фильмнің қайырымдылық көрсетілімдері ұйымдастырылды. Астана және Алматы қалаларында дәстүр бойынша алдын ала көрсетілім Кинопарк 8 IMAX Сарыарқа, Кинопарк 11 IMAX Есентай Молл кинотеатрларында және алғаш рет Шымкент қаласында Cinemax Шымкент мультиплекс дубляж актерлерінің, мәдени және шығармашыл зиялы өкілдердің, сондай-ақ балалар үйлерінің тәрбиеленушілерінің, блогерлердің, жастар ұйымдарының, бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің және тағы да басқаларының қатысуымен өтті. Алдын ала көрсетілімге болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасы, өз қамқорлығымен қазақ тілін дамыту жобаларын іске асырып атсалысып жүрген Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, болашақ қауымдастығы кеңесінің құрметті мүшесі, Шымкент қаласының әкімі Ғабидулла Рахматуллаұлы қатысты. Жоба ұйымдастырушылары көрсетілімнің және қазақстандық премьераның қонақтары үшін оларды Полинезияның үздік дәстүрімен шынайы қаһармандармен қарсы ала отырып, кинотеатрларда фильмнің атмосферасын бере білді. Жаңа ғана Моана мультфильмін көрдік. Ол фильм өте күлкілі, қорқынышты да, өте көңілді сәттері болған және қазақша күшті болды. Болашақ көрермендерге осы кинотеатрға келгенде, осындай ғимаратқа келгенде қазақ тілінде кино көрейікші, мама, қазақ тілінде әке, кино көрейікші деп билет алатын көрермендер көп болса екен деймін. Моана